Сонымен, құрметті жас дос, мен сізге қазір жаңа тақырыпты бастайын деп тұрмын. Бұл тақырыбымыз 9 ғасырдың соңы, 11 ғасырдың басында Қазақстанның солтүстік шығыс өңірінде өмір сүрген орта ғасырлық қимақтар мемлекетінің тарихы. Қимақтар еліміздің жерінде 9 ғасыр мен 11 ғасырлар арасында өмір сүрген мемлекет деп, егер сұрақ болған жағдайда жауап беріңіз. Қимақтар 7 ғасырдың басында қазіргі Монғолияның солтүстік батыс аудандарын мекендеген тайпа. Ал 7 ғасырдың ортасынан бастап қимақтар солтүстік шығыс Алтай, Ертіс өңіріне келіп қоныстана бастаған тайпалар. Қытай тарихшысы Сыма Сянь да осы моңғолдардың арасында қимақ тайпаларының өмір сүргендігі туралы да деректерді ол да келтіреді. Сонымен қимақтар қай заманда өмір сүрді? Қимақтар туралы ең алғашқы деректі беретін Қытай тарихшысы кім деген сұрақ келген жағдайда, зейініңізді аударсаңыз, құрметті жас дос, мен жаңа айттым, Сыма Сянь деген Қытай тарихшысы. Сөйтіп, жалпы Сыма Сянь қимақтардың арасында қыпшақтардың да болғандығы туралы деректерді келтіреді. Ал енді қимақтар туралы алғашқы жазбаларды жазып қалдырған парсы тарихшысы Гордези болатын. Ал Гордези болатын болса, мынау қимақтардың арасында 7 ірі тайпа болды деп келтіреді. Олардың ішіндегі ең күштісі, әрі мықтысы қимақтар мен қыпшақтар дейді. 7 ғасырдың екінші жартысынан бастап 11 ғасырдың басына дейін орталық Азияда ірі саяси оқиғалар болған болатын. Соның ішінде мынау ұйғыр қағанатының құлауы, ал енді ұйғыр қағанатының құлағаннан кейін, құрметті жас дос, зейініңізді қайта бөліңіз. Ұйғыр қағанаты 744-840 жылдар аралығында өмір сүрген орта ғасырлық мемлекет. Бірақ 840 жылы ұйғыр қағанаты құлағаннан кейін оның құрамында өмір сүрген тайпалардың барлығы мынау қимақтардың құрамына келіп қосылды. Соның ішінде мынау осы деректі растайды араб және парсы тарихшылары да. Ал енді қимақтар осы кезден бастап саяси билікке және күшіне ене бастайды. Ал енді осындай деректі тек қана жаңағындай парсы арабтар емес, Қытай деректері де растайды. Ал 766-840 жылдардан бастап Батыс Азия, Батыс Алтай, Тарбағатай мен Алакөлдің маңына келіп иеленген және қоныстана бастаған қимақтар осы жерде кәдімгідей орта ғасырлық тұрақты мемлекеттердің біріне айналады. Қимақтардың астанасы Ертіс өзенінің жағасындағы Имақия қаласы. Ал қимақтардың сонымен қатар, жас дос, көңіліңізді бөліңіз, маңызы жағынан екінші астанасы да болды. Ол Алакөлдің жағасындағы Карантия қаласы. Сонымен қимақтардың елінде қанша астана болды деген сұрақ келген жағдайда, сіздің жауабыңыз 2 деген болу керек. Ол қандай қалалар деген сияқты сұрақ келген жағдайда Имақия және Карантия деп жауап беруіңіз керек. Имақия Ертістің жағасындағы қимақтардың астанасы, Карантия Алакөлдің жағасындағы қимақтардың астанасы.